Қайырлы күн баршаңызға достар, мен арнама қош келдіңіздер. Сіздермен сандуғаш бүгін түріктің бүрегіне ұқсас келген ерекше бір қытырлақ дәмді самсаның жасау жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мінекей достар, бөлме температурасындағы суымызға тұзымызды қосып аламыз, және де сұйық май және 6-9% аралығындағы уксусымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей тұзымыз ерігенше араластырып аламыз. Енді ұнымызды барлығын бірден қоспай, 2 бөлікке бөліп, 2-3 бөлікке бөліп қосып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Жұмсақ, әдемі, ерекше қамырлардың бірі болатын болады. Әдемі қамыр дайын болады. Мінекей екінші бөлігінде қосып, қамырымызды илейміз. Қамырын бірден ұнды барлығын салып, қатты етіп илеп тастамаңыздар. Міндетті түрде жаймен, баппен әдемі етіп илесеңіздер, қамыры өте әдемі, нәзік болып шығатын болады. Мінекей достар, жақсылап қамырымызды илеп алдық. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, артық ешқандай қоспаны қажет етпейді. Нақты мөлшермен жасалынған сондай жұмсақ, әдемі қамырымыз дайын болады. Енді столға, дастарханымызға аздап ұнымызды төсеп, икемдеп бір қалыпқа келтіріп алатын боламыз. Бірнеше бөліктерге бөліп, кесуге ыңғайлаймыз. Мінекей бір қалыпқа келтіретін боламыз. Грамда бөлшеп барлығын бірдей жасасаңыздар да болады, немесе осылай бір қалыпқа келтіріп, көз мөлшерде кесіп алсаңыздар болады. Мінекей осылай сопақша пішінге келтіріп, көз мөлшерде мінекей осылай барлығын кесіп дайындап алдым. Енді достар, алдын ала майымызды ерітіп, осындай үлкендеу ыдысқа құйып аламыз. Майымыз қатты ыстықта болмау керек, суыпта қалған болмау керек. Орташа осындай жылылықта майымыздың үстіне мінекей қамырларымыздың барлығын біркелкі етіп, қамырдың барлық жеріне майды тигізе отырып, осы майдың ішіне салып қоятын боламыз. Мінекей достар, қамырымыздың барлығы осылай дерлік дайын болды. Енді осы уақытта жылдам жаюға да болады, немесе қалдырып кейін барып жайсаңыздар да бола береді. Бірақ біз арасындағы салмасын дайындайтын боламыз. Тартылған етіміз және майдалап тураланған пиязымызды қосып алдық. Достар, сосын менде бар болғаны укроп, петрушка болды. Сіздер кез келген түрін пайдалана берсеңіздер болады. Көк пияз, шпинат, руккола, кез келген түрін пайдалануға болады. Тұзымызды, бұршымызды қажетінше дәміне қарай қосып аламыз. Барлығын жақсылап, алдымен пиязымызды мұжылап, кейін барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Мінекей майымызда тұрған қамырды алып, қолымызбен жаятын боламыз. Жұмсақ, нәзік қамыр, ешқандай жабыспайды, артық ұн, оқтауды ешнәрсені қажет етпейді. Қолымызбен осылай жұқартып жайып алатын боламыз. Арасына дайындап алған салмамызды салып, екі шетін кішкене қайырып, мінекей осылай орап шығатын боламыз. Мінекей достар, тағы да біреуін көрсетейін. Табамызға пергаментный бумагамызды төсеп, сол табаға жылдам жайғастыратын боламыз. Мінекей екінші бөлігінде екінші рет қайтара көрсеттім. Қамырымызды осылай жайып, 4 бұрышты көлемде етіп жайып алып, арасына 2 ас қасықтай шамасында салмамызды салып, мінекей осылай орап шықтым. Мінекей достар, барлығын осылай дайындалып аламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын, немесе осылай маған ұқсап айранды жағып алсаңыздар да жарайды. Мінекей, енді осының үстіне әдемілік ретінде күнжітті пайдаландым. Барлығының үстіне күнжітті сеуіп аламыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, қызып тұрған пешімізге салып, осылай пісіріп алдық. Мінекей қараңыздаршы, қытырлап тұр өзі. Мінекей түріктің бөрегіне ұқсайды, ерекше дәмді.
кез келген мерекелік дастарханыңыздың сәнін кіргізетін ерекше самсалардың бірі болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.